Оп. Километраж 323.500. Қозғалтқыш май жейді. Енді міне мына свича білте дейміз. Бәрі тап-таза. Солай ғой. Енді біз төртеуінде өлшедік. Компрессия түгелінде 12 болып тұр. Нәтиже ма? Жоқ па? Қалай ойлайсыз? Нәтиже бар? Бірақ май неден жейді? Сіз май жеп жатыр деп сонымен келіп отырсыз ғой, иә? Бірақ егер ол май жесе, мысалы ол ана ішіндегі сақиналар болады, кольца дейді. Майланып кетсе, ол кезде компрессия көтеріледі. И, соответственно, мынау да нетеді? Иә, майланатын ал. Негізі майлану керек. Менің пікірім сондай. Қазір тағы да бір-екі процедура жүргіземіз. Одан кейін белгілі болады. Иә, бір ай бұрын келдіңіз, не 320 болды. Қазір 323, иә? 3000 километр жүрген, май ауыстырған Shell Ultra 530. Бәрі бірдей 12 болып тұр, бірақ эндоскоппен ішке кірген кезде мына 3-ші цилиндрде майланып кеткен. Яғни сақинадан май өтіп кетіп жатыр. Өткені ана спекті поршын деп айтамыз ғой, соны жуып берген. Жуып тастаған. Ақау табылды ма? Ақау табылды. Күрделі жөндеу жасау керек моторға. Мынандай диагностика қанша тұрады? 15 мың. Бірден айта салды ма? Өйткені оның алдында біз айтыстады, қанша мөлшері болады деп. Мөлшері 15 мың деп айтып еді. Иесі енді мынау. Ойланбай айтты 15 мың. Бірақ жаңалық жақсы жаңалық емес енді. Мынандай күрделі жөндеу иесіне 1 миллион 800 мың теңге ма 1 миллионға кетеді, егер жақсы сайман салатын болсақ. Арзандау болса, одан арзан шығады. Егер привозной дейді, китайский, новый. Шешу керек енді, ойланып, 1-2 күн ұйықтамай, ойланып көру керек. Немесе раскоксовка деген нәрсе бар, соны істеу керек. Ол қаншалықты көмектеседі? Гарантия бар? Гарантияға келдік.